Тұмау бұл кез келген адамның жұқтыруы мүмкін жұқпалы ауру. Тұмау тиген адамның қасындағы адамдардың аңқасына енген вирус тұмаудың қоздырғышы болып табылады. Адамның көбі тұмаумен бірнеше күн ғана ауырады. Бірақ кейбіреулерінің жағдайлары одан да күрт нашарлауы мүмкін. Өлімге дейін әкелетін аурудың ауыр ағымы болуы ықтимал. Тұмау кезінде созылмалы аурулар күшейеді. Сонымен қатар тұмаудың кең ықтимал асқынулары бар. Өкпенің асқынуы, пневмония, бронхит. Пневмония көп жағдайда тұмаудан өлім жетімге әкелетін себеп болып табылады. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ықтимал асқынуларды болдырмау үшін тұмаудың алдын алуды уақытылы жүргізу және аурудың өзін дұрыс емдеу маңызды. Өкпенің асқынулары, пневмония. Пневмония тұмаудан қайтыс болғандардың көпшілігінің себебі болып табылады. Тұмау әдетте кенеттен басталады. Тұмаудың қоздырғыштары А және В типті вирустар агрессивтілігімен және өте жоғары көбею жылдамдығымен сипатталады. Сондықтан инфекция жұқтырғаннан кейін бірнеше сағат ішінде вирус тыныс алу жолдарының шырышты қабығының терең зақымдалуына әкеледі. Бұл бактериялардың дамуына мүмкіндік береді. Тұмау белгілері: дене қызуының көтерілуі, дене қызуының 37,5-39 градус Цельсий болуы, бас ауруы, бұлшық еттер мен буындардың ауруы, қалтырау, шаршау, жөтел, мұрыннан су ағу немесе мұрынның бітелуі, тамақ ауруы және қышуы жатады. Тұмауды емдеудің жолы көп. Біріміз дәрі ішсек, енді біріміз укол салдырып жүреміз. Тиянақты әрі тыңғылықты ем алсаңыз, кез келген дерт жазылады. Десе де ағзаны дәрімен уламайда емдеуге болады екен. Бірінші тәсіл: тұмаудан бір түнде құтқарады. Мұны дәрігерлер жоққа шығару мүмкін. Бірақ өз тәжірибемнен өткен соң сіздермен бөлісіп отырмын. 1,5 литр қайнаған жылы суға 1 шай қасық ірі тұзды, 1 дана лимонның шырынын, 1 грамм үгітілген аскорбин қышқылын қосып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатардан 1,5-2 сағат бұрын аз-аздан жұтымнан ішіңіз. Таңертең тұмаудың белгісінде сезбей қаласыз. Екінші тәсіл: аяғыңызды емес қолыңызды булаңыз. Байқасаңыз, суықтап қалдым, тұмау болдым дегендердің көпшілігі кешке аяғын ыстық суға салып отырады. Бұл тәсілді қолданатындар туралы естіген боларсыз. Иә, бұл дұрыс ем. Бірақ ыстық суға аяқты емес, қолды салу керек. Тұмаудан тез жазылу үшін ыдысқа 37-38 градустағы ыстық су құйып, екі қолыңызды салыңыз. Су салқындаған сайын шамалап ыстық су құйып отырыңыз. Осылайша судың температурасын 41-42 градусқа дейін көтересіз. Емделу уақыты 10 минут. Емнен соң қолыңызды құрғатып сүртіп, жылы орап алыңыз. Немесе жылы қолап кесеңіз де болады. Үшінші тәсіл: тұмауды өлтірудің төте жолы: 4 дана жұмыртқаның сарыуызын ыдысқа салыңыз. Оған шамалап шекер қосып, миксермен араластырыңыз. Әбден көпіршіген кезде жарты литр жылы сыра қосыңыз. Оның үстіне шым-шым даршын мен 3-4 дана қалампыр, үгілген жарты лимон қосыңыз. Ыдысты отқа қойып, 5-7 минуттай баяу отта қайнатасыз. Осы уақыттан соң дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 3-4 рет бөліп ішіңіз. Екінші күні ем қабылдаудың қажеті болмай қалады. Төртінші тәсіл: сарымсақ пен пияз. Бұл ежелден келе жатқан ем екенін бәріміз де білеміз. Бірақ екі қоспаның қайнатпасын ішу арқылы ғана емес, буын пайдалану арқылы да дертіңізге дауа таба аласыз. Ол үшін 1 дана пияз бен бірнеше тіс сарымсақты турап жаныңызға қоясыз. Жиі-жиі мұрныңызға жақын әкеліп, иіскеңіз.
Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.